Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын, езілмейтін ұйғыр мантысын дайындайтын боламыз. Қажетті заттың барлығын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен ұнымызға тұзымызды салып, кішкене сұйық май құйып, су құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болған қамырымыздың бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта мантымыздың салмасын дайындаймыз. Салмасына ет, жуа, тоз және қарабұш салдым. Аздаған су құйдым. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын тұрған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, дәл видеодағыдай жасайтын боламыз. Бөліктерге бөлініп тұрған қамырымызды алып, үстіне ұн салып, жұқалап жасайтын боламыз. Енді мантымызды теуді бастаймыз. Салмамызды молырақ салып, қамырымыздың екі шетінен жақсылап қысып аламыз. Сосын екі жағын кезек алып, осылай жабыстыратын боламыз. Дайын болған мантымызды ыдысқа салып, астын майлап 35-40 минутта пісіретін боламыз. Міне біздің мантымыз дайын болды. Өте жұмсақ, майлы, керемет болып шығады. Дәміне енді сөз жоқ. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.